Қазақстанда көлік бағасы күрт төмендеуі мүмкін. Өйткені сатылым қазір тоқтап тұр, сұраныс жоқта ұсыныстың арзандауы заңдылық емес пе? Оның үстіне Қытай машиналары біздің дөңгелегіне ғана жел беріп қойып, отандық өнім деп құрастырып жатқан көліктерімізді ығыстырып тастады. Кезінде бағасын көтеру үшін қолдан тапшылық туындатқанын білесіздер. Қазақстандық қаңылтырларды қалайда өткізу үшін қырғыз, армян, грузиндерді барынша қыспақ қалған министрлік енді Қытай нарығына қалай төтеп бермекші? Санат Нұрбай сөйлейді. Қазақстан нарығын Қытай автокөліктері жаулап алды десек те болады. Кез келген автосалонға барсаңыз, түр-түрімен, түс-түсімен таңдауға мүмкіндік бар. Бағасы қолжетімді, ал сапасы қандай деген сұрақ әркімді мазалауы мүмкін. Қазір оны мамандардан сұрап көрейік. Орталығымызда 3 бренд бар. Бұлардың ерекшеліктері қолжетімді баға және концептуалды дизайны өзінің және жайлы интерьер. Сервистік өзінің несі бар, кепілдігі бар әр көлікке. Сондықтан қазір көп халық сұранысқа өзі ие болып жатыр, жақсы түрде қазір кіріп жатыр, адамдар бәрі алып жатыр. Ескісін алып есің шыққанша, жаңасын алып жаның шықсын деген бар көлік құмарлар арасында. Жаңасымен бағасы қызықтырады ау бұл қазақта. Бірақ кредитке алған көлігім көтерем болып қалмай ма деген күдік басым бәрінде. Сапасына келетін болсақ, бізде оны тексеретін арнайы органдар бар ғой. Олар тексеріп, кемшіліктері болса анықтау керек. Бірақ олардан келіп жатқан электромобильдері көпшілікке ұнап жатыр. Сондықтан санын арттыру керек. Экологиялық тұрғысынан қарасақ та тиімді, қалай десек те Қытай ол әлемдік лидер. Олармен бәсекелес болу қиын. Темір тұлпар тіл түсінеді. Привет, Чинган. Привет, чему могу помочь? Открой окно переднего пассажира. Сарапшылардан да сұрап көрдік. Отандық автосалондар бағаны аспандатып, қыста қолдан жоқшылық жасағанын есімізге салды. Қытай көлік құнының құлауына бірден бір себеп болды дейді. Бірақ нарыққа енді келгендіктен 100% кепілдікті ешкімде бере алмайтын жеткізді. Тіпті бұзылып қалған жағдайда оның тілін түсінер маман бізде жоқ екен. Автосалоннан шыққан көлік жаңа болсын, жүрілмеген болсын, әлбетте оны тексеріп алу керек. Оған ешқандай гарантия бермейді. Автосалонның өзіне көлік келер алдында транспортировка кезінде сызылуы мүмкін, ұрылуы мүмкін, жаңағы бұршақтың астына қалуы мүмкін. Сол себепті автосалон машина кіргеннің өзінде де олар боялады. Және де олар сатылым кезінде кейде айтпай қалуы мүмкін. Сол үшін кейбір көпшілік азаматтарымыз ауыздары күйіп жатады. Айтпақшы, көлікті тікелей Корея, Дубайдан арзанға әркім әкеліп жүр дегенді де естіген боларсыз. Мамандар олардың ұрылған, соғылған, суға батқан немесе такси қызметінде тозған болуы мүмкін екенін ескертті. Кім сүтті сиырын бере салсын десе де таңдау өзіңізде. Санат Нұрбай, Қобланды Өтегенов, Еуразия, бірінші арнасы.